Сәлем, мен анимация жасайтын қарапайым контент жасаушымын. Атым Данияр. Бұрын мен Қытайдағы жарнама және медиа компанияларында анимация жасау мен дизайнға жауап бердім. Соңғы 2 жылда Қазақстанға келіп, Алматыда тұрып жатырмын. Осы жерде мен Қазақстандағы анимация саласына өз үлесімді қоса алатынымды түсіндім. 2025 жылдың тамыз айынан бастап TikTok, Instagram және басқа платформаларға қысқа форматтағы анимациялық видеолар жасап келемін. Бір айдан кейін-ақ бизнеске жарнама интеграциясын жасауға мүмкіндік туды. Табысы да жаман емес. Сондықтан мен өз әдісімді сіздермен бөліскім келеді. Егер сіз де анимацияға қызықсаңыз, үйреніп қана қоймай, ақша табуға да мүмкіндік болуы мүмкін. Бұл жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Менің ойымша, қазіргі анимация 3 бағытқа бөлінеді. Біріншісі motion graphic. Бұл телевизорда немесе телефонда көретін дизайнға жақын, әдемі графикалық анимация. Көбіне жарнама үшін қолданылады. Екіншісі дәстүрлі анимация. Мысалы, One Piece, Naruto, Disney сияқты мультфильмдер. Мұндай жұмыстарда әдетте үлкен команда жасайды. Үшіншісі интернет анимация. Қазір мен негізінен осы бағытта жұмыс істеймін. Мұнда ең маңыздысы өте күшті сурет салу емес, терең анатомия немесе күрделі теорияда емес. Бұл көбірек режиссердің қарапайым эскизі сияқты. Негізгі ойды дұрыс жеткізсең болды. Кейіпкеріңіз әдемі болмаса да болады, ештеңе етпейді. Көрермен ең алдымен оқиғаны көреді. Ең маңыздысы сіздің идеяңыз. Мен көбіне қарапайым, түсінікті және күлкілі интернет анимациялар жасаймын. Қазір көріп тұрған мына анимация осы сабақта бірге жасайтын мысал. Көп адам анимацияны жасау қиын деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ол онша қиын емес. Ең бастысы сабыр, бірнеше қарапайым бағдарлама және жақсы ой. Осы видеода мен бәрін нөлден бастап, қадам-қадаммен көрсетемін. Осындай анимацияны қалай жасауға болады? Жақсы, онда бастайық. Егер осында интернет анимация жасағымыз келсе, алдымен бізге керек болатын негізгі құралдардан бастайық. Бір компьютер, бір графикалық планшет немесе iPad, ол да толық жарайды. Егер сенде планшет те, iPad та болмаса, ешқандай проблема жоқ. Тышқанмен де жасауға болады. Кек сәл баяу болуы мүмкін. Енді бізге қажет болатын 3 негізгі бағдарлама бар. Adobe Photoshop, Adobe Animate және CapCut. Photoshop эскиз салу үшін, ойды жинақтап, алғашқы нұсқаны жасау үшін қолданылады. Егер сен iPad-та сурет салғанды ұнатсаң, эскизді iPad-та сал, кейін компьютерге импорт жасап, ары қарай жұмыс істей беруге болады. Adobe Animate анимация жасау үшін, суреттерге қозғалыс беру үшін керек. Ал CapCut барлық анимация бөліктерін біріктіру үшін, эффектілер, дыбыс және фондық музыканы қосу үшін қолданылады. Осы құралдардың бәрі дайын болса, сенде интернет анимация жасауға қажет барлық негіз бар деген сөз. Дайынсың ба? Онда бастайық. Алдымен осы жолы үйренетін мысалды қарап алайық. Басыңыз бос па деп сұрай береді. Басым бос емес, ішінде миы бар. Миымды жеме, бірақ мен күйеуімнің миын жегенді жақсы көремін.